Баршаңызға сәлем. Бүгін тез әрі оңай жасалынатын Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ол үшін бізге керек заттар: самсаның қамыры, 1 литр сүт, 300 грамм шекер, 4 жұмыртқа, 60 грамм ұн және сары май керек болады. Ең алдымен қамырымызды екіге бөліп, оны 1-2 сантиметрдей етіп шайып аламыз. Көбіктеп турап, ыстық пешке салып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Одан соң піскен қамырымыздың арасын екіге бөліп, бір-бірінен ажыратамыз. Кремін дайындау үшін 4 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне жарты пиалай ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жай отта 1 литр сүтімізге дайындаған жұмыртқамызды және қалған ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оттан алыстамай, біркелкі қозғап отыра кремімізді дайындаймыз. Дайын болған кремімізге кішкене сары май салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған креміміздің бетіне салафан жауып, бір шетке қойып суытып аламыз. Суыған кремімізге корждарымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Енді қалуымызға салып, тегістеп, жан-жағын тегістеп, тоңазытқышқа максимум 4 сағатқа қойып қоямыз. Қалған корждарымызды ұсақтап, торттың бетіне дайындаймыз. Міне 4 сағаттан кейін тортты алып, бетіне корждарды сеуіп, әрлейміз. Міне бізде осындай керемет торт шықты. Сіздерге ас болсын дегім келеді. Менімен болғандарыңызға рахмет.